Араларыңызда бәсекелестік бар ма? Мысалы, менің мына шәкіртім осынша балалды тарихқа қай сыныптан бастап дайындалған дұрыс? Сериал сияқты өтетін ғой. Болашақта қандай пайда бар? Неге мен оны бүкіл білуім керек, детально білуім керек. Өзім тарих пәнін жақсы оқысам да, ұбт-дағы нәтижем мүлде азырақ болды да. Ол не себепті болуы мүмкін? Тан бастап шынымен ойластыра бастайды осы дайындалу керек деген сияқты мәселелерді. Тікелей біздің генімізді сонымен байланыстырып болған. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Зерделі International School YouTube арнасының подкастында бүгін қонақта рекорд шығарған тарихшы ағайлар. Қол шапалақтайық. Ал ағайлар, қош келдіңіздер. Қош көрдік. Менің жалпы тарихқа қатысты, ұбт-ға дайындалуға қатысты сұрақтарым өте көп. Бүгін енді бір қызық, оқушыларға да, мұғалімдерге де барлығына қызық болатын өте бір танымдық әрі қызық подкаст болады деп сенімдемін. Бір 3 сағаттық подкаст болады. Бүгін тарихшылармен. 45 минут емес Еркін көсіліп па? Енді бірінші өздеріңіз таныстырып өтсеңіздер қысқаша. Үлкен Нұрсұлтан ағайдан бастайық. Мен Нұрсұлтан Бөлтіргұлы, тарих пәнінің мұғалімімін, Қазақстан тарихы дүниежүзі тарихынан сабақ беремін. Зерделіде істеп жүргеніме 2 жылдан асты. High school'да 1 жылдан асты. Сол, тарихшы мұғалім. Күшті. Маған жолын беріп жатырмын, бірақ негізі Тұран ағай менен үлкендеу сәл. Тархан өзің жүргізіп Мен есімім Болғанбай Дархан, мен осы Зерделіде 1 жылдан астам жұмыс жасап жатырмын, бірақ ұбт саласында жалпы осы Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихынан оқушылар дайындаумен 5 жылдай айналысып жүрмін. Сол, Тұран ағай өзіңіз таныстырып жіберіңіз. Мен есімім Тұран Тұрғанұлы, Зерделіде жұмыс жасап жатқаныма 4 жылдан астам уақыт өтіп кетті, өзімізге көрінбей қалыпты. Жаңағы тарих пәнінен берем, тек қана басқа біз әріптестеріміз секілді дүниежүзі тарихы ғана емес, мен тек қана Қазақстан тарихына маманданғанмын. Сол өткен жылы жаңағы рекордтар қойып жатқан мұғалімдердің тізімінде бармыз деп мақтанып қояйық бұл жағынан. Біздің Тұран ағай 140-тан 140 шығарған, былтырғы рекорд иесі деп айтуға да болады, яғни сіздің шәкіртіңіз Айым 140-тан 140 шығарды осы Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы. Ұстазы бөлек деп. Біз тек Қазақстан тарихына дайындадық. 10 сыныптан бастап дайындаған қыз ғой. 10 сыныптан бастап. 10 сыныптан бастап өзімде оқыдым. Жалпы негізі тарихқа қай сыныптан бастап дайындалған дұрыс? Мүмкін одан ерте бастау керек па? Әлде 11 сынып жеткілікті ме? Негізі тарих пәніне көп оқушылар база қалыптастыру үшін 10 сыныптан бастаған әрине дұрыс. Бірақ мектептегі білімі, базасы бар оқушы 11 сыныптан келсе толыққанды үлгеруге, толыққанды материалды игеруге уақыты болады деп ойлаймын. Өз басым қанша жылдан беріп келе жатқан тәжірибемнің арқасында. Тіпті арамызда кейбір оқушылар болған, мысалға 3-4 ай мерзімінде, мысалға Қазақстан тарихы енді өзгеріп жатыр жылдан жылға форматы, бір жылдар 15 баллдық болды, 10 баллдық, 15 баллға дейін ғана түсті деймін, 15, 20 деген секілді, 25 дегенде болды. Бірақ жалпы кемінде жаңағы орташа балл деген 15 баллды алуға мүмкіндік болатындай деңгей болып көрдік оны да. Дегенмен де жоғары баллға енді 11 сыныптың ортасынан келіп үлгеру мүмкін емес деп ойлаймын өз басым. Бірақ толыққанды 20-19 деген жоғары пайда алу үшін кемінде жаңағы 10 сыныптан бастаған әрине дұрысырақ деп есептеймін өз басым. Енді қоса келетін болсам осы ойға, мен мысалы сәл Тұран ағай жалпы айтып жатыр, мектепте базасы болса 11 сыныптан да ары қаратай жалғастырып кетуге болады деген сияқты ұбт-ға. Бірақ кішкене таңдау пәнді мысалы 9-шы сыныпта мүмкін одан ертерек бастап, мысалы ақырын таңдап, одан 10-шы сыныпта кішкене көбірек көңіл бөлмесе, мысалға мектепте өтіп жүрген тарих, дүниежүзі тарихы болсын, Қазақстан тарихы болсын сәл басқалай да, бірақ ұбт-да оның келуі, ұбт-ға оның дайындалуы сәл басқаша сияқты, сондықтан 10 сыныптан бастап дайындалған тиімді деп ойлаймын, негізі өзім ойым. Мен де қосып өтейін. Бұл жерде Қазақстан тарихын ұбт-ға дайындығының методикасы мүлде бөлек. Мектептегі сабақ беру методикасы ол мүлде бөлек. Көп осы біздің әріптестер болсын, біздің жаңағы ата-аналар тарапы болсын, оқушылар тарапы соны түсінбей жатады. Мысалы, мектепте 5-ке оқып келген, алтын медаль бітірген оқушылар ұбт-ға келіп аз алып қалуы мүмкін. Ол БЖП, ТЖП емес, жағдай әртүрлі жазатын. Бұл жерде нақтылық керек, бұл жерде бүкіл кітаппен үнемі дайындалу керек. Бұл жердегі тәсіл басқаша.
сондықтан 10-шы сынып дұрыс болады ау қазақстан тарихына. Енді дұрыс айтады, иә, егер базасы болып ол бала мектеп оқулығымен мықты дайындалып жүрген болса 11-де кеш болмайды. Мұндай талай оқиғаларды көрдік. Бірақ негізі мен 10-шы сыныпты. Иә, 10-шы сынып негізі барлығына ортақ. Бірақ та қазір оқушылар 10-шы сыныптан бастамайды ғой. Көбісі негізі 11-ші сыныптан бастайды. Бірақ қазіргі кезеңде сол кішкене ақырындап ауысып келе жатқан сияқты. Мысалы бұрында ата-аналардың да жалпы оқушылардың да бәрінің ойында жүретін 11 жасқа келеді, болды ұбт-ға дайындаламыз деген секілді. Ал бірақ қазіргі кезеңде мен өзім байқаймын, или мен айналамдағылар солай ма екен, уже 10-шы сыныптан бастап шынымен ойластыра бастайды осы дайындалу керек деген сияқты мәселелерді. Сондықтан кішкене онда да көбірек дайындалып жатқан сияқты оқушылар. Иә, бұл өте дұрыс деп ойлаймын. Бірақ мен өзім 11-ші сыныптан бастадым мысалы дайындығымды. Бірақ жаңа сіз айтқандай, жаңағы оқулықтармен дайындалғандағыдай емес, қалай айтсам екен, оқулықта дайындалғандай бір жақсы нәтиже көрсеткен жоқпын да. Өйткені мен өзім тарих пәнін жақсы оқысам да, ұбт-дағы нәтижем мүлде азырақ болды да. Ол не себепті болуы мүмкін? Қандай методика сонда сіздердікі? Бұл жерде ең басты, бұл жерде сабақ жүйелі түрде түсіндірілу керек. Мысалы, мектепте қазір енді тәсіл не бар ғой? КМЖ дейді, мысалы, мұғалім ол жерде аз сөйлейді. 5 минут сөйлейді, бағдар беріп отырады. Ал ұбт-ға дайындық кезінде бұл жерде мұғалім жетекші рөлді атқарады. Біріншіден, сабақтың барлығын, жаңағы аудио дейміз ғой, барлығын түсіндіру керек, басынан аяғына дейін. Бұл бірінші керек нәрсе. Содан кейін екінші соны пысықтап тәсілдері болды. Әрине сұрақ жауап бар, түрлі ойындар бар, әсіресе тақырыптық тесттер өте маңызды. Тарау бойынша тесттер, сосын жаңа нұсқа талдау. Ал ұбт-ға дайындық осындай жүйемен жүру керек, жүйелі түрде. Ал мектепте ол мүлде бөлек. Ол жерде өз ойын айтуы мүмкін, ойнауы мүмкін, бір тақырыпты 3-ке бөліп өтуі мүмкін емес. Мысалы, біз 8-ші класстарға сабақ беріп отқанда өту керек. Алдыңызда 30 бала отыр, біз келеміз де тақырыпты бөліп талдатып жүреміз. Ол жердің ішінде кейбіреулер бір бөлігін ғана оқып алды, кейбіреулер аяғын оқиды. Сөйтіп, жаңа фактілер, жаңаға жүйе болмай қалады бұл жерде. Ал ұбт-ға дайындықта ол жүйелі түрде өтіледі. Яғни ежелгі заманнан бастап, осы 2019 жыл мысалы президент Қасым-Жомарт Тоқаев болғанға дейінгі уақыттардың барлығы ретінде кәдімгі сериал сияқты өтетіміз ғой. Кәдімгі тарихты фокусы болады. Иә, кәдімгідей кино сияқты өтіп береміз. Сосын мен қоса кетсем осы Нұрсан ағайдың сөзіне, негізі Қазақстан тарихы мен дүниежүзі тарихына дайындалу кішкене методикасы екі бөлек десек те болады. Өйткені дүниежүзі тарихының жалпы объемы, контингент дейміз ғой, өте үлкен, таңдау пәндері ғой, қалай дегенде. Бірақ Қазақстан тарихы бір әлі ұлттық тілсіз орталығының тарапынан кішкене бір реттеуді қажет ететін секілді. Өйткені балаға берілетін материалдың объемы, мысалға бар жоғы 20 қана балл. Таңдау пәндерінде кем дегенде 50 балл. Бірақ сол 20 баллды алу үшін өте көп материалды оқуға, меңгеруге тиісті да. Мысалы, таңдау пәндерінде кем дегенде 12, 14, 15 оқулықтан кетіп жатса, Қазақстан тарихы да содан бір 2-3 қана оқулыққа кем негізінен байлап баратын болсақ. Және ол жерде жазылған ақпараттың объемы да өте үлкен, кен. Баға кішкене Қазақстан тарихын дайындау өте ауыр десек те болады бір жағынан. Дегенмен де осыған қатысты біздің осы зерделі оқу орталығының тарапынан да осы хандаут дейтін жүйе енгізілген. 75 тақырып, жаңағы барлығы жаңағы ұбт-да келіп жатқан сұрақтардың барлығын соның ішінен таба алатындай, бүкіл оқулықтардың жиынтығынан енгізілген жаңағы жүйе құрастырылған. Осы хандауттардың ішінде ең сапалы, ең мықты жаңағы оқулықтардың бірі деп өзіміз мысалға мақтанамыз осы тарихшылардың тарапынан. Ішінде оқулықтардағы барлық мектеп базасындағы ақпаратты жаңағы алып және толыққанды дайындауға мүмкіндігі бар да. Күшті артық ештеңе қажет емес. Шынымен де Қазақстан тарихынан мысалы дайындау 20 балл керек болса, мысалы ұбт-дан барлығы, ол үшін 10 кітапты оқу керек та. 10 кітап мысалы әртүрлі баспадан. Ал сол 10 кітаптың барлығы мысалы жинақталған, бір кітапқа сыйдырылған, соны мысалға оқушылар ыңғайлы деп ойлаймын. Оқушыларға емес, мысалы бізге де сабақ түсіндіргенге жұмыс барысында ол өте ыңғайлы жасалған кітап негізі. Мысалы қоса кетейік, бізде ежелгі, орта, жаңа, қазіргі деген 4 кезең бар ғой. Сонда ежелгі заманы, мысалы 5-ші класста бар, 5-ші кластың ұбт сұрақтар құрастырмайды ғой, Қазақстан тарихынан. Сонда біз 10-ші класста бар, 11-ші класста ежелгі заман бар.
оны кереміз да біз ежелгі заман тақырыптарын бір хандауытпен өте саламыз. Біресе 10-шы класста алып 11-ші класста алып өтпейміз. Орта заман бізде 6-шы класста бар, 10-шы 11-ші класста бар. Соны 3 тақырыптан біріктіріп екінші сол хандауыттың ішіне. Сонда жаңағындай кезең-кезеңмен мына класста шатаспайды оқушы біріншіден, екінші жүйелі түрде бір кітаппен оқып дайындала береді. Бірақ ең басын айтып қояйық, ол мектеп оқуының базасын негізінде құрастырған басшылыққа соны аламыз. Негізі тарихта фактілер көп, даталар көп, біз ұбт-ның сұрақтары тек қана сол дата, фактілер ғана ғой. Оның бәрін оқығаннан оқушының миы ашып, есте сақтауына тіпті қиын ғой. Мен сол жағынан кішкене қарсымын да, неге тест сұрақтары дәл солай келген, мысалы, неге оның басқаша форматта ұсынбасқа? Бүкіл оқушылардың атынан қойып жатқан сұрақ. Оқушылардың барлығы осы сұрақты. Ағай, неге тарих қиын деген. Әрі өте қатты шатасуы мүмкін, өйткені бір-біріне ұқсайтын нұсқалары болады. Сонымен жалпы енді бұл жерде оқушыларға да мысалы түсіндіру кішкене әр адамда әртүрлі болуы мүмкін да. Мысалы мен жалпы өзім солай түсіндіремін, айтады шатасамыз деген сияқты ше, оқушылар жаңа тест көп деген. Мен айтамын, сіздер кино көрген кезде мысалы киноның ішіндегі бүкіл персонаждардың аттарын есіңізде сақтап аласыздар. Оның жасы қанша, ол кіммен дос, кіммен жау деген сияқты бәрін білесіздер да. Мысалы тарихта да дәл сол сияқты, ол кино сияқты, бірақ тек анимациялық жолмен емес, біз оны кітапта тағы жазылып тұр деген секілді. Солай бір жеткізіп бір қызықтыруға болады балаларды. Сосын главный негізі басты нәрсе ол оқиға тізбегі да, то есть хронология. Яғни қай уақытта қандай оқиғалар болды, сол хронология реттілігін білсе, тарихтың кезеңдерін білсе, ары қаратай шатасатындай емес деп ойлаймын негізі. Соны түсіндіріп жүрік оқушыларға. Негізі сол ұбт-ның ішінде ең көп сыналатын пән Қазақстан тарихы. Өйткені Қазақстан тарихы өйткені бірінші ортақ бәрі тапсырады. Сосын енді ата-анасы болсын, халықта болсын, сол Қазақстан тарихын біледі ғой, енді аздап оқыған деген сияқты. Сондықтан ең басты айтатыны сол неге дата көп дейді да. Енді бір қарасақ негізі дата сұрақтарда өте аз. Бірақ датаны білмей ол тарихтағы түсінбейді. Біреулер айтуы мүмкін, мысалы қарапайым бірақ мысал болсын, Абылай хан деген хан бар, оның 18-ші ғасырда өмір сүрмегенін білсеңіз, онда сіз мүлде түсінбейсіз деген сөз. Сондықтан бұл жерде дата сұрақтар өте аз, бірақ датаны меңгеруіміз керек. Сол кезде тарих жүйелі түрде болады. Ал енді жаңағыдай қызығушылық артса, ниет болса, ол оған қарап тұрған ештеңе жоқ. Сосын енді оңай болып кетсе тағы болмайды ғой. Мемлекеттің гранты, соған ұмтылу керек, алу керек. Қиын болса да алу керек, оңай болса да, ол жерде бір проблема жоқ сияқты мен жошы қазір. Тағы да қосатын осы мәселеге қатысты, негізі қазіргі кезден баланы былай айтқан кезде бір жылайтындай жөні жоқ деп ойлаймын өз басым. Өйткені біздің өткенімізбен салыстырғанда, өйткені қазір ұлттық тестілеу орталығының тарапынан өте көп жеңілдіктер жасалып жатыр балалардың тарапынан. Соның бірі осы Қазақстан тарихынан да, дүниежүзі тарихынан да 100 дата деген. Ол жыл сайынғы белгіленетін, осы бір соңғы 2-3 жыл стандарт бойынша енгізіліп беріліп жатыр, балалардың қолында бар ұстап жүрген. Өйткені берілген стандартқа сәйкес сол жерде тек қана бір ғана сұрақ алуға құқықтары бар, әр нұсқада жылды сұрауға сол 100 датаның ішінен ғана сұралады. Бірақ сұрақ құрастырған кезде ол жылдар сұрауға береді әрине. Дегенмен де жаңағы баланың негізгі фокусын осы варианттарда тұратын нәрсе жасалып жатыр. Ал біздің кезіме тапсырған кезде ол жерде ондай нәрсе болмайды. Бүкіл дата, бүкіл жыл, бүкіл кезең бәрі бола береді мысалға. Қазір кішкене жеңілдетіліп жатыр. Енді осы жерде біздің кезімізде деген кезде оқушылар сәл басқаша түсіну мүмкін, өздері бала сияқты деген сияқты. Бірақ біздің де мектеп бітіргенімізге шамамен 10 жылдай болып қалды. Бірақ сол кезде шынымен де қиын болатын да, андай 100 дата деген сияқты, мысалы қазір ұлттық бірыңғай тестілеу орталығында жалпы андай специфика береді, тақырыптар жалпы барлығы көрсетілген ғой, балаларға жағдай жасалған, мысалы 100 дата бар деген секілді. Мысалы бізде дайындығымыз қалай болды? Бізде қызыл ручка мен көк ручканы алып барып жаза беру. Не жазып жатқаныңызды білмейтінсіз кейде. Жаңағыдай мамандар таба алмайтынбыз, былай сұрасаңыз енді мектепте мұғалімдер сабақ берді ғой, барынша тырысты, рахмет. Бірақ былай жүйелі түрде болмайтын жаза беретінбіз. Кейде қоямын. Қандай бәрі жазылып тұр да, бүкілі рет-ретімен тұр соған. Бұрын шын кітап деген болды ғой. Ішінде қателер болатын еді ғой еще, сол кездері. Ол негізі бекітілген кітап екен, оны білмегенбіз, соны оқып. Талапкер деген кітап болды қазір. Кітаптың ішінде дайындалып жүрген ғой, сөйтсем ішінде андай энциклопедиядан алынған заттар болады екен, оның ішінде программасы. Сосын мынандай бір қызық болатын, маған өмір оқымаған сұрақтар келеді деген сияқты. Сөйтсек ол кітаптың ішінде бар екен ғой жаңағы сол кездері. Просто біз қарамағанбыз ғой ондай нәрсені. Өмір оқымаған сұрақ деген интернеттен алып деген сияқты бір алып қашпаған.
КВН де бар еді ғой әзіл иә Абылайханның Абылайхан тісі деген Роза Рымбаеваның көйлегі деген Көйлегі тісі деген солар ұстайды ғой. Енді соны айтқым келді шынымен, ол ұбт-ның құрастырылу, жалпы сұрақтардың құрастырылу андай көптеген жолдардан өтеді екен да. Мен өзім білуім бойынша, түсінігім бойынша ол қаншама сұрақтарды мысалы тексереді, яғни қазақстан тарихы пен дүниежүзі тарихынан енді основном апелляциялық сұрақ деген келу ықтималдығы өте төмен екен негізі. Иә, бірақ андай оқушылар сонда да беріп жатады дейді, апелляциялық сұрақтарға. Жаңағы ағай апелляцияға бердім дейді. Мен бірақ ойлаймын, ол жерде апелляцияға берілетін сұрақтар сәл андай аздау сияқты. Берілсе оқулықпен ғана берілетін шығар, иә? Оқудан сапасы жылдан жыл артып жатыр. Енді жаңағы Абылайханның тісі бірдеме деген, жаңағы жылқысының тісі, сосын Роза Рымбаеваның көйлегіден ол бір әзілден шығып кеткен нәрсе. Бірақ оның да бір астары бар. Мысалы бір естеріңізде болса, мынандай бір сұрақ бар тұрған. Сақтар туралы. Сақ малшыларының киімінің түсі қандай, сақ жауынгерлерінің түсі қандай, қызыл түстің. Содан бір мүмкін шығып кеткен мүмкін. Жаңағы Роза Рымбаеваның көйлегінің түсін сұрады деген. Немесе андай оқу сауаттылығына бір мәтіндер берілетін еді ғой, Головкиннің там нокауттардың бір нәрсесі саны деген. Сондайдан әзіл шығып кетеді. Оқушылар соны оқып алады да, сол жерін көріп алады да, осындай болды деп айта салады. Оны сосын үлкен адамдар қабылдап алады. Серьезно. Сосын жаңағындай неге кетіп, сайттарға кетіп қалады, шум болады. Сосын бүкіл жаңағы тарихшы ОТО-ның қазіргі істеп жатқан істерін бәрін жоққа шығарып сөйтетіндер бар. Тарихшы мамандардың талай істеп жатыр. Енді осы фактілерді жаттадық делік, жарайды, хронологияны біліп тұрым делік. Бірақ осының бәрін жаттап алғаннан маған болашақта қандай пайда бар? Неге мен оны бүкіл білуім керек, детально білуім керек? Ол ұмытасыз негізі. Ол оның ең басты пайдасы сізде оның бәрін ұмытылатын нәрсе. Көптеген нәрсе шынымен ұмытылады, бірақ сізде база қалады. Бірақ база қалады. Мысалы, сіз оның жылын ұмытқаныңызбенен сол кезеңді, сіз ежелгі заманның кезеңін біліп тұрсыз, сақтың ежелгі заман екенін біліп тұрсаңыз, соның өзі сізге 10 жылдан кейін жетістік. Мысалы, түркі мемлекеттерінің орта ғасыр екенін біліп тұрсаңыз, Абылайдың бертіндегі хан екендігін біліп тұрсаңыз, Алаштың осы 20 ғасыр, сол қалады. Осы пайдасы осы жүйелі түрде. Ал енді даталар, жаңағыдай бір оқиғалар ол қалатыны рас. Ал енді тарихты да өмірге пайдалануға болады. Өйткені біріншіден біздің ең басты осы жерде қателігіміз, біз Қазақстан тарихын тек қана ұбт пәні ретінде көріп қалдық. ұбт-ға қажетті деп көріп қалдық. Олай емес. Бұл біріншіден өзіміздің тарихымыз. Біз советтік кезеңде оқытылмаған кездерден өттік. Қазақ КСР тарихы деген кішкентай ғана бір дәптер сияқты кітап болды, факультатив сияқты ешкім оқымайтын. Біз ондайдан өттік қой. Сондықтан біріншіден өзіміздің тарихымыз ретінде оның құнын шығара білсек, екіншіден әрине ұбт-да ең маңызды ұбт-ға осы Қазақстан тарихы қойып қойғанға мен өзім кішкене риза боламын да. Өмір сабақты оқымай келген балалар сол ұбт кезінде оқиды Қазақстан тарихын. Қалай ол ұмытсын, ұмытпасын, әйтеуір сол кезде бір база қалыптасады. Сондықтан осы пайдасы әзірше. Бізде былай түсіндіріп жатамыз да, жаңағы оқушыларға. Мысалға биология, химия таңдайтын оқушы болуы мүмкін, немесе физика, математика. Жаңа өзіңіз айтқанда айтып жатады, біз болашақта бұл тарих бізге қай жерге керек деген секілді. Енді ол бәрібір де базовый, яғни басты нәрселер болғандықтан ол білу тиіс деп ойлаймын. Себебі сен ертең мықты бір дәрігер боласың, немесе мықты бір инженер боларсың. Сол кезде сен өмірде жалпы адамдармен коммуникациялық қарым-қатынастар болады. Ол сенің жалпы өмірде бір кругозорыңды, жалпы көзқарасыңды, білімділігіңді көрсетеді деп ойлаймын да. Мысалы, байланыс жүргізген кезде. Сондықтан оны бір тек ұбт-ға ғана қажетті пән ретінде қарамай, былай жалпы өмірде өзің біліміңді бір жоғарылатудың бір қарапайым мысал айтып, мысалы мемлекет деген түсінік, президент деген түсінік, біздегі құқық саласы жай қарапайым, республика деген сөз, осының барлығын біз тарихтан оқимыз. Мысалы өмірге қажеттілік заттар ғой, мысалы республика деген не деген сияқты, соның бәрі тарихта оқылады. Сондықтан ол бір сауаттылық үшін де керек сияқты. Әрине. Мен әріптестерім керемет жауап берді деп ойлаймын осы мәселеге қатысты, бірақ мен әзір ретінде айтқым келіп отыр. Маған тарихпен андай осы әлеуметтік желіде отырамын да, ана викторина шығады ғой. Көшеде кетіп жатқан кезде, мен оқушыларым маған сол кездеспей жүр да, қашан кездеседі екен күтіп жүрмін. Сондай кезде жауап беріп, мысалы өзімнің ерекшелігімді көрсетіп, мысалы балалар жауап беріп жатса, біліп жатса, өйткені кейбір кезде ұяласың, мысалы сұрақтан, қазақ нағаш қандай деп, мысалға өзімде жаңағы дайындап жатқан оқушылар бар, білмейді мысалы жауаптар. Бақылап отырсаңыз осы бүкіл өмірдегі әңгімен болса тарихтың айналасында болатын сияқты. Бақылап отырсаңыз, мен бір отырып алып химиядан әңгіме айтқан адамды көрген жоқпын да. Сонда осы тарихтың айналасында сол үшін де керек жаңағы. Менделеевтің мынандай элементті сұрамайды ғой, тарихты сұрайды. Қызық барлығы. Өмірмен байланысты шығар деп ойлаймын сол. Негізі менің ойымша қазір тарих трендке кіріп жатқан сияқты, өйткені тіпті блогерлердің арасында да
қазақтан шыққан тұңғыш осындай ғалым деген сияқты бір тақырыптарды қозғаса, ал сіздер білесіздер ме, тарихта бұрын қазақтар былай істеген деген секілді тақырыптарды айтқан кезде ол міндетті түрде көрермендер тарапынан бір отклик дейді ғой, сондай алып жатады, қызығушылық білдіріп жатады көрермендер. Бұл не себепті деп ойлайсыздар мысалы? Қазір біз әрине мектеп жасындағы оқушылар оны түсіне бермейді, өйткені олар оған бір ауыртпашылықпен қарайды да, мен оқуым керек, жаттауым керек. Мен жауап берсем осы сұраққа қатысты. Бірінші, мен ойымша бұл біздің қазақтың жалпы генеалогия, шежіре тану мәселесіне қатысты баратын сияқты, тереңірек. Өйткені бізде тәрбие берген кезде бізді бірінші үйретеді ғой, сенің атаң осындай кісі болған, сенің руың осындай деген секілді, осындай мәселенің бәрі біздің санамызға, жадымызға әсер етеді деп ойлаймын. Өйткені біздің әрбір қазақ баласы, азаматы кез келген тарихқа қатысты мәселенің бәрін айтады. Мысалы, батырларын айтады, батырларын айтады деген секілді. Осының бәрі осы өткен тарихи тема қозғалған кезде бірден назар ауады да, өйткені жаңағы тікелей біздің генімізді сонымен байланыстырып қойған. Сол осы шежіре мәселесінде жатады деп ойлаймын өз басым. Одан кейін мысалға біздің қоғам соған андай шөлдеп тұрған сияқты болып көрінеді, өйткені білмеймін неліктен екенін, мысалға мектепте өтілген бір тақырыптарды айтып жатады ғой блогерлардан, кейбір кезде мен көріп қаламын кейде өткізіп жатып. Сол кезде сондай нәрселерге шынымен комментариялар көп та, шынымен де осылай болған ба, немесе шынымен осындай тұлға болған ба, бізде деп таңғалып жатады. Бірақ негізі ол қатты бір таңғалатындай емес, бізде мектепте де айтылады, жалпы сол тарих қозғалады да. Бірақ қоғамда ол көп адамдар жалпы білмеймін тарихтың кішкене көзқарастары немесе төмендігінен бе екен деп ойлаймын. Сосын жаңа дұрыс айтасыз, жаңа адам психологиясы өзі өткенді білуге деген құштарлық қой. Өзі мен кіммін, қайдан келдім деген бір сұрақтар ғой философияда. Сол тарих оған жауап бере алады. Тарих жауап беріп қана қоймайды, оның баға бере алады. Тарихтан сабақ шығаруға болады, мысалы. Сондықтан барлық адам қызығады тарихтан. Біздің алаш қайраткері Ахмет Байтұрсыновтың да керемет айтып кеткен сөзі ғой, ең сөздің ұлысы, сипатысы тарих деп. Енді осыдан артық баға жоқ сияқты тарих. Қазір енді өздеріңіздің тәжірибелеріңізге қарап көрсеңіздер, 10-шы сыныптан бастап дайындалып жатқан оқушыларыңыздың деңгейі қандай? Мысалы, қазір 11-ден бастағандармен айырмашылығы бар ма? Дархан ағай. Бар. Мен 10-шы сыныптың сынып жетекшісімін қазіргі кезде, және де сол 10-шы сыныпта дүниежүзі тарихынан сабақ беріп жатырмын. Өте керемет деп айтамын. Себебі мысалы қазірдің өзінде 11-ші сыныптың оқушыларымен бірдей, яғни сондай деңгейдегі оқушылар бар. Енді мен оларды елестетіп тұрмын. Келесі, яғни 11-ші сыныпқа барған кезде олар енді қандай нәтиже көрсететінін көз алдымда тұр да, шамамен қазірден бастап Дубайға бара берсем болады ойластырып деп. Осы подкастқа келатқанда осы темада сөйлесіп жатқанбыз. Жаңа Қазақстан тарихынан шықтым да, соны өзім таң қалып риза болып шығып жатырмын да, сұрақ қоямын, жауап береді, сұрақ қоямын, жауап береді. Сосын енді дүниежүзінен де сұрақ қойып жүрсем, оған да жауап беріп отыр. Сосын ойладым, келесі жылы нағыз результат көрсететін оқушылар болады деп. Сондықтан шынымен 10-шы класстан өте пайдалы. Ол мұғалімге де болады, балаға да. Тарихтан ғана емес, менің ойымша басқа да пәндерден 10-шы сыныптар қазір жақсы. Біздің мектептегі мысалы сабақ береміз, Қазақстан тарихынан білеміз қалай деңгейлер. Қазірдің өзінде андай қарқындары күшті да олардың. Бірақ енді осын жоғалтып алмай келесі жылда жалғастыратын болса, онда керемет нәтиже болу керек деп ойлаймын. Енді салыстыратын болсақ, жалпы 10-шы сыныпта дайындалатын баланың ең басты проблемасы дайындаған кезде, жақсы деңгейде болған кезде ұмытпау керек. Ең басты балалар мәселесі қайталамайды да. Өйткені мықты дайындалған оқушы 10-шы сыныпта егер жаз бойында мысалы демалып, қарамай тастап кететін болса, көп нәрсені мысалы 100% информацияның 30% ғана қалуы мүмкін да миында. Сол себепті қайталап отыру керек деп ойлаймын өз басым 10-шы сыныптарға кеңес. Ал 11-ші сыныптардан айырмашылық енді бірақ нәрсе деп ойлаймын, дисциплина ғой. Өйткені 11-ші сыныптар жалпы 10-шы сыныпқа қараған кезде олар түсінеді жауапкершілікті, қорқады, алда жаңа не тұрған, сол себептен шаман келсе де келмесе де оқуым керек деген секілді нәрсе алдында тұрады. 10-шы сыныптар кішкене болса деген. Тағы бір несі бар андай айырмашылығы дейміз бе, 11-ші сыныптарда андай не көп та, стресс көп та 11-ші сыныпта басталғанша. Ол жерде оған выпускной бар, винеткасы бар, уже қазірден ойлап жүр да, қандай ресторан. Ұбт-лар бар, қаңтар ұбт-сы. Ұбт болады, январьский. Соның барын олар қазірден уайымдайды, олар қандай стресс көбірек та. Ал 10-ші сыныптар олар емін-еркін қазірдің өзінде мысалы андай жай рахат дайындалып, өзінің дайындықтарын жалғастырып жатады мысалы. И келесі жылы оларға кішкене жеңілірек болады қазірге қараған кезде.
сол деп ойлаймын. Сосын 10 сыныпта дайындалған бір артықшылығы 11 сыныпқа келгенде сен қайталайсың да. 10 сыныпта егер мықты оқысаң, сен қайталайсың. Ал сен оқымаған, дайындалмаған болсаң, 11 сыныпта сен жаңа ақпаратты жаңадан үйренуің керек. Жаңадан ақпарат үйренген кезде сен дейтін мысалы ақпаратты жаңадан игеруге сен 1 сағат уақыт кетуі мүмкін, үйде жаттауға, қайталауға сен 10-15 минуттың ғана уақыт кетеді деген сияқты. Сол уақыт жағынан кішкене несі сол жағынан тиімді болады. Мысалы 11 класс сабақ берген кезде, ең бірінші жаңағы бастаған кезде бір барлығымыз білетін бір терминді, бір адамның атын болған кезде 11 класстың балалары кәдімгідей білмейді. Ұялады. Қазір ағай дейді, сондай болып келдік қой қазір. Басқаша жаңағыдай көзқарастамыз, карта білмей келетін балалар бар. Және енді жасырмай ақ қояйық, төрт мұхиттың қалай орналасқанын білмегенде мен шошимын. Бірақ енді біз оны үйреніп қалғанбыз, онда тұрған ішінде ол оқушы, оның ешқандай кінәсі жоқ бұл жерде. Ол сол жерден бір кетіп қалды, сондай бір қателіктер. Бірақ соны дұрыстап жұмыс жасауға болады. Егер оқиын деп тұрса, ниет болса, 10-шы класста да, 11-ші класста да результат шығаруға болады. Бірақ егер жаңағыдай оқымай, ниеттенбесе, ол 9-шы класстан бастаса да ол қиындау болады. Мынандай да кейсін айтып қоса салайын, мынандай да бір ойлар болады да, бір оқушы мысалы таңдау пән таңдайды да, бірақ қорқатшы, ол мектепте қай сабақ жақсы оқыды, соны таңдаймын деп ойлайды, бірақ мамандығы мүлдем оған келіп тұрған жоқ ше. Просто мектепте мысалы дүниежүзі тарихтан бір жақсы мұғалім берсе, мен дүниежүзі тарих таңдай саламын дейді да, бірақ ол өзі оны болғысы келіп тұрған жоқ кейін мамандық. Просто қорқады, мен базам жоқ дейді мысалы, мүлдем мен базам жоқ, мен ол пәнді білмеймін дейді. Біз айтамыз да, оны қорықпа одан. Мысалы 10-шы сыныпта келсең, немесе 11-ші сыныпта келгеннің өзінде жаңағы базасы жоқ болса да оны шығарып аламыз да, мысалы былай қаратайшы. Андай үйреніп кетеді, қаратай қабылдап кетеді, өзінің дүниежүзі тарих родной сабақ сияқты болып кететін жағдайға жеткізуге болады негізі. Сондықтан қорықпаңыздар, жаңағыдай мен базам жоқ, мектепте мүлдем білмегем деген жағдай болса да, мысалы дайындықты бастасаңыздар, оның бәрі үйреншікті болып кетеді кейін. Андай ешқандай қиыншылығы жоқ деген келеді. Ал ең қысқа мерзімде нәтиже көрсеткен оқушыларыңыз болды ма? Қандай кейстер? Енді мен 8 жылдай оқып айналысып жүргеніме көп ондай результаттар. 1 айда болған, 1 айдың ішінде дайындаған Қазақстан тарихынан. 1 айдың ішінде. Дүниежүзі тарихынан сол 2-3 айдың ішінде дайындап, грантқа түсіп жүрген кездеріміз болған. Бірақ ол жерде күнде сабақ өттік. Күнде сабақ, және ол бірнеше топқа қатысып жүрді оқушы. Өзі шынайы ниеттенбеген оқушы болса болады, бірақ өте сирек. Жаңағыдай 1 ай дайындалу, 2 ай дайындалу деген енді сирек кездеседі. Сондықтан оған кәдімгідей оқушыларға байлап қоймасын, 1 айдан кейін дайындаламыз, ұбт-ға 1 айға қалғанда деп. Бізде сондай оқушылар бар, ұбт-ға жақында ғана дайындалатын. Бірақ ол жүйелі түрде керек, ол кейде болмай қалуы мүмкін. Мүмкін оған өзі білетін сұрақтар келген шығар деген сияқты. Бірақ болды сондай ситуациялар. Былтыр біздің Зерделі хай-скулда жылдың ортасында келген бір оқушы болды. Сол оқушы басында кәдімгідей жете алмай, талапынып, қиындық тудырды. Күрделі болып кеткен кез ғой, жаңа заманда дүниежүзі тарихынан. Қазақстаннан енді былай фундаменті бар бала. Бірақ жылдың аяғының соңында ең жақсы результат көрсетіп, 120 балл ма, 121 ма, осы Евразия ұлттық университетіне оқуға түсіп кетті. Жылдың ортасында келіп. Сондықтан болады, сондай результаттар шыққан. Онда яғни жүйелі түрде дайындалуға болады, бірақ ол үшін сапалы әрі жүйелі түрде дайындалу үшін не істеу керек? Бір 3 кеңес айта аласыз ба, нақты осы деп? Бірінші кеңес жаңағы жүйеленген оқулықпен дайындалу. Тез дайындалу үшін бірінші. Екіншіден нұсқа талдау. Нұсқаны мықты талдау керек. Нұсқаны әрбір вариантпенен жұмыс жасап дайындалу керек. Екінші. Үшінші қайталау. Осы жаңағы жүйеленген кітапты оқып, конспектісін жазып, нұсқа талдап, соны қайталай берсе, кез келген оқушыдан результат шығады. Менде де мысалға бір былтыр, яғни осы алдыңғы жылы болды, бір оқушы ең тез дегенде сол бір 2 ай ма, 1,5 ай ма сондай дайындалдық. Бірақ ол оқушының кішкене деңгейі төменірек болып кетті. Әсіресе дүниежүзі тарихы мен Қазақстан тарихынан мен осы екеуінен дайындадым. Бірақ ол жеке сабақ болды. Жеке сабақ, жаңа Нұрсұлтан ағай айтқандай, аптасына 5 рет сабақ өттік біз. Екеуінен де мысалы бірінші Қазақстан тарихы өттіміз, одан кейін дүниежүзі тарихы бір сабақтан, жеке сабақтан өтіп, жалпы баллы 90 болып келді IELTS-пен. Одан IELTS болды. IELTS-пен 90 болып келді, 115-ге дейін көтерілді оқушының деңгейі. Сөйтіп, әйтеуір грантқа түсті. Соңында соған қуандық қатты. Ол кезде біз не істедік? Біз ол кезде бірінші білдік қай жерден ол
оқушының жалпы қате ұмытылғанын немесе қай жерден дұрыс емес жұмыс жасалғанын немесе қай тақырыптарды білмейтіндігін және сол сыныптардың нелермен жұмыс жасадық. Сол сыныптардың жалпы программаларымен, тақырыптарымен солармен жұмыс жасадық. Тест талдап отырдық әр сабақ сайын. Солай нәтиже жетті, жалпы көрсетті нәтиже. Менде қоса кетейін, менде де оқушылар өте көп болған. Бірақ ерекше оқиға есіме түсіп тұр. Осыдан 2 жыл бұрын ба екен, осы бір оқушылар келген. Таңдау балдар өте төмен болды. Жинап жүрген ұпайлар бір 70-60 нысанда бар, грантқа түсу үшін 100 балл керек болды. Содан февраль айында келді. Осы жалпы ұбт-ға дайындағанбыз деген секілді. Бір 3 қыз болатын олар. Бір жақсы команда, жалпы ұбт-да негізі дайындалған кезде командалық топтық жұмыста негізі өте қатты әсерін тигізеді, негізі бір-біріне дайындалған көмектесуге деген секілді. Олар сол 3 ай бойы бір үйде қонып, ата-аналармен келіскен болып тұр ғой, түнгі сағат 3-4-ге шейін сабақ оқитын. И маған күнде WhatsApp-тан күнде бір 10-20 шақты сообщение жазып жібереді. Мен таңертең ұйқыдан тұрған кезде ана сообщениені көремін, сұрақтар ғой, и таңертең жауап беремін соларға. Күн сайын тоқтамастан. Аптаның 7 күні ма, соның 5-6 күні бойы тұрақты түрде жасады. Сол нәтиже жеттім, 3 ай дайындалды. А менде қанша 9 ай, 10 ай оқып жатқан балалар ондай нәтиже көрсеткен жоқ. Мен өзіме қатты таңғалғанмын осындай балалар бар екеніне. Сол бәрі жүйріктен. 24-те жетіміз дейсіз. Табандылық. Біздің мұғалімдер ұйқыдан тұра салып сообщениелерді көріп жауап береді. Иә, өзі мұғалімге де ол бір жағынан приятно. Баланы осындай. Бізге сондай нәрсе қуантады, қайта сразу мысалы түн ортасында жазып жүретін оқушылар бар да. Енді сразу риза боласың, ішінен таңертең жауап беруге тырысасың. Немесе сол есіңде жүреді осы. Жауап берейінші осыған деген сияқты. Бірден байланысты шығып отырады, мысалы, бір нәрсе істеп жатсам, мысалы, қазірдің өзінде жазып жатыр да, ағай, мысалы, мына кітапты алайын ба, или мына кітапты алайын ба, қайсысы керек деген сияқты андай. Всегда үнемі сенімен байланыста болып отыратын оқушыларға риза боласың шыққан. Любой ұялмай сұрақ жазып жібереді, ағай, мына сұрақ біз кішкене не істемей тұр едік, маған айтып жібересіз ба деген сияқты. Сабақ барысында да сол ғой, негізі. Қызығатын, сұрақ қоятын бала ғой негізі. Нәтиже шығаратын, иә. Сұрақ қоймаса ол түсінбейді немесе білмей жүрді деген сөз. Егер сұрақ қойып қызығып отырса, ол бала ол түсініп жүр, дайындалып жүр деген білдіреді деп ойлаймын, жалпы өз басым. Ұялмау керек қой. Сіздер енді тарихшылар өзара жақсы араласасыздар ма? Бір араларыңызда бәсекелестік бар ма? Мысалы, менің мына шәкіртім осынша балл алды, сенікі мынанша алыпты деген сияқты мүмкін. Ондай болады. Ондай бәсекелестік дұрыс деп ойлаймын. Бәсекелестік деп айтуға болады оны негізі. Қара дейтін бар ма? Қара бәсекелестік. Ақ деген андай белый зависть ма солай ғой. Мысалы Нұрсұлтан ағайдың оқушысы мысалы жоғары нәтиже көрсетіп жатса, менде де мысалы қуанамын іштей. Осындай нәтиже көрсетіп жатыр екен. Бірақ іштей өзің де соны жеткің келіп тұрады, өзіңде асың келіп тұрады. Ол дұрыс деп ойлаймын негізі бәсеке. Өйткені бәсеке бар жерде жалпы адамдар өседі. Мысалы, егер бәсеке жоқ болса, ол өсуде кішкене төмен болуы мүмкін. О, мен жақсы жолда келе жатыр екен деп бір толқында жүре беруі мүмкін да. Сондықтан жақсы бәсекелесеміз негізі арасында былай. Кімнің көрсеткіші қазір алда келе жатыр? Нұрсұлтан ағай. Топ. Былтыр 138-139 балдар шығарды ғой Нұрсұлтан ағай. Нәтижесін биыл қайталаймыз бұйырса. Бұйырса, иә. Бізде 140 шығару деп ойлатырмыз. Иә, биыл 140 шығарды тағы да. Осы мен бір қуанатыным, мысалы, біз тарихшы бұрын қарапайым мектепте істедік, енді бұл жерлерде бізде сабағымызды береміз, жүре береміз да. Тарих талқыламайтынбыз мүлде. Ал біз отырғанымызбен жаңағы тарих талқылаймыз, анау сұрақ былай келісті, мынау былай келіп жатыр, мынаны былай түсіндірсек қайтеді деген. Сонда өзім де қуанамын да. Жаңағы сұрайтын адам бар, жаңағы білмегеніңді бір қарапсаң. И сенен де сұрайтын адам бар да. Сол жағына бір риза боласың. Қазір тарих талқылаймыз деп отырсыздар ғой. Мысалы, тарихты қалай түсіндірген, қалай жеткізе алған дұрыс? Жай былай бейнелеп, фактілермен айтып берген ба, әлде мүмкін арасына әзіл қосып, басқа бір подходтар бар ма сіздерде? Еркін форматта болған дұрыс сияқты менің ойымша. ұбт-ға әсіресе дайындаймыз. Енді 9-шы сыныптарға, бір 7-ші жалпы ұсақ класстарға сабақ берген кезде әрине оларға кішкене салмақтырақ болған дұрыс сияқты. Ал былай 11-ші сыныптармен мен өзім негізі кішкене еркін сөйлесемін. Мен еркін дегенде де бір шекарадан шығып кету емес. Былай енді балаларының бір волнасына кіріп толқынында солармен бірге арасында әзіл болса, бір әзілдер айтып қойып, немесе бір қазіргі заманда тренд деген көп қой. Сол трендпен бір нәрсе айтып қойып, былай жеңіл түсіндірген дұрыс деп ойлаймын. Білмеймін, мен өзім солай қолданамын, себебі ол жақсы жұмыс жасап жатады, өйткені оқушы да қысылмайды сенен, андай қысылып, мынау ағайдан қорқып деген сияқты сұрақ қоймай, ондай жоқ, еркін мысалы.
бәстесіп қоямын кейде мысалы осы жобаласында осылай шоколад беремін деген сияқты, иә, немесе ағай донерге деп спорт етейік деп шығатындар болады енді арасында. Жалпы сол оқушылармен көбірек еркін болуға тырысамын. Одан кейін жаңа бейнелеп деген сияқты нәрселер де бар әрине. Иә, еркіндік бірінші керек. Саған беріліп сабақ түсіндіру керек, өзі оқушы түсінеді өзі. Соны беріліп нақты түсіндіріп жатсаң, кез келген оқушы мұғалімнің еңбегін бағалайды. Сосын жаңағы слайдтар міндетті түрде болу керек, тақырып тесттер болу керек, картамен көп жұмыс жасау керек. Сосын жаңағыдай үнемі сұрап отыру керек, енді көп ол тәсілдер. Кейде енді кейбір жағдайда қатаңдық та керек болады. Өйткені еркінге жіберіп алсаңыз, кейбіреулер әртүрлі ғой адам психологиясы, басыңа шығып кетеді, дайындалмайды деген сияқты. Сол кездері енді мұғалімдігіңді көрсетіп кейде қатаң болып кететін кездеріңіз болады. Бірақ оны дұрыс жағынан түсіріп жатады. Ол міндетті түрде болу керек. Сол. Былай дос сияқты жүреміз ғой оқушылармен. Өздері. Андай сол бір қатты бір еркін болып бара жатқан кезде не істеп алуға да болады да, андай өзіңді тыңдатып дегенде былай сөйлесіп өздері түсінеді. Жалпы оқушылар андай соны айтқым келген негізі. Оқушылар адамның мысалы жаны ашып тұрғанын, сен жан тәніңмен түсіндіріп жатқаныңды бір сезеді да. Сезеді. Иә, ол егер оны сезіп тұрса, сенің жаңа энергияңды, сенің оған жаның ашып тұрғанын сезіп тұрса, ол оқушы тыңдайды бәрібір. Тыңдайды немесе қызығуға тырысады, ода бір кішкене не пайда болады. Ал сенен бір сезбесе, бір онда кішкене қиындау сияқты онымен жұмыс жасау. Қанша сен әрекет жасап жатсаң да ол нәтиже болмауы мүмкін деп ойлаймын. Жалпы андай связь дейді ғой, химия. Сіздерде енді жақсы нәтижелер көрсетіп жатсаңыздар, зерделі мектебінде мотивациялар бар ма бөлек? Мотивациялары, иә, өте жоғары. Жаңағы бізде 140 алған оқушыларға өте бағалы. Сіздерге? Бізге ма? Бізге. Сіздер тренерсіздер ғой. Бізде болады мотивация. Былтыр мысалы менде Дубай тур жеңімпаз атандым. 3 оқушым жаңағы 130-тан асып көрсетті, және почти бәрі түсті университет тарихынан. Қазақстан тарихынан дайындаған оқушыларым болды осы. Зерделі хай сквадынан. Орталықтарда да бар мотивациялар. Өте көп. Енді 140 алып берсек болады шығар. Нақты айта алмадым, бірақ болады шығар. Негізі бар ғой, иә. Тұран ағай, сіз айтсаңызшы. Былтыр 140 алып бердіңіз ғой. Дубай турға барып келдік, оқушылармен демалып қайттық, керемет. Загары әлі бар. Бір жағынан өзім мысалы бара салуына болады, бірақ ол жерде өзінің оқушылармен сонда елді көріп, бірге жаңағы бір вайбта болған өзін сезім бөлек екен негізінен. Сонда зерделі осындай мүмкіндіктер беріп жатыр. Осы жылда енді беріп жатыр ғой, бұйырса сол мақсатта жұмыс жасап жатырмыз. Былтыр мен оқушылармен бара алмай қалдым енді. Баруымыз керек. Соңғы жағында алдым. Күшті жер. Бұйырса бізге де жұмысты болсын. Бірге Дубайда жүрейік, бірге бұйырса. Тарихты айтып па? Дубайдың тарихын айтып. Онда оқушыларға сәттілік тілеймін. Сөйтіп аяқтайық подкастымызды, иә? Мама, сәлем деймін. Айтқым келіп отыр еді осының үшін. Мен подкасттамын. Бізде енді тарихқа қатысты, ұбт-ға қатысты өте қызық әрі пайдалы дүниелер айтылды. Подкастымызды енді аяқтап, оқушыларға сәттілік тілейік, сіздерге де сәттілік тілейміз. Рахмет шақырғаныңыз. Рахмет. Құрметті оқушылар, жақсылап дайындалыңыздар, жүйелі түрде дайындалыңыздар. Барлық зейіндеріңіз, әсіресе 11 сыныптар сабақта болсын. Өйткені сіздерде аз-ақ уақыт қалды. Сол аз уақыттың ішінде барлығын тиімді жасасаңыздар, ары қаратай өмірлеріңіз жақсы болуы мүмкін, иә. Ойнайсыздар, күлесіздер, там барлық нәтижелерді сол кезде асыратын болсыздар. Ал дәл қазір сол ұбт-ға көбірек фокус қойыңыздар. Я, мен өзімнің оқушыларыма сәлем жолдағым келіп отыр, Принстон, Бостон деп. Барлық орталықтағы топтарыма да сәлем жолдаймын. Бізде қосыламыз Тархан. Сәлем бар. Сәттілік бәріне. Айтпайсыздар ма? Айтайық. Мен айта салайын. Иә, оқушылар, бүгін біз тарихшылармен бір жақсы әңгіме құрдық. Сіздер осыны тыңдаңыздар, осы жерде бір жақсы кеңестеріміз болды. Сіздерге тек сәттілік тілеймін. Мақсаттарыңызға жетіңіздер. Ең мықты результаттар тілеймін. Ал сіздер үшін біз барлық күш-жігерімізді, білімімізді саламыз. Ал құрметті оқушыларым,
сәттілік. Алдымен осы наурыз ұбт келе жатыр. Осы наурыз ұбт-сына енді кем дегенде 20 балл, 15 баллдан қосайық бәрімізде. Оксфорд, Колумбия сыныптары сіздерге де сәттілік. Еңбектеніңіздер, жұмыстаңыздар, ең басты ізденіңіздер. Тарих пәні өте қызық, тарих пәні өте керемет. Оны оқу, оны шынына жету, барлықтарыңыздың жалпы маңдайларыңызға бұйырсын деген келеді. Тұран ағай Бостон сыныбын ұмытып кетті. Мен айтпаппын, мен айттым Оксфорд, Корнелл, қалай? Кембридж, Гарвард. Принстон бар, қазақстан тарихынан беремін. Бәрін жақсы көреміз. Жақсы, сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.